Сіздерге сүннетке сай қол алысып амандасу қалай болатынын көрсеткім келеді. Амандасқан кезде қол алысудың өзінің жолы бар. Қол алысудың сүннеттегі өз жолы бар. Сүннеттегі жолы ол сен сәлем беріп қол алысқан кезде қолың басқа қолды қапсыра ұстайды. Салмен көрсетейін. Қане бауырымызды тұрғызайық. Бисмилля, қане бауырымыз, үлгі етіп көрсетейік. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу рахматуллах. Машалла, міне нағыз үлгі. Енді қараңыздар, оның да, менің де қолымды көріп тұрсыздар. Екеуміздің де қолымыз жақсы, берік ұсталды. Енді осыған қатысты хадис бар. Сонда бір сахаба айтады: менің бір қолымды пайғамбарымыз өзінің екі қолымен ұстап амандасты деген. Сол үшін де сіздер екі қолмен немесе бір қолмен қол алыссаңыздар да болады. Жақсы. Енді амандасқан кезде қателіктерді байқап жатамын. Көрдіңіздер ме? Қолы лас, жағымсыз иіс шығып тұрған біреуге қол берген сияқты. Сенен жаман иіс шығып тұр, досым. Ренжіп қалма, бауырым, мен оны мысал ретінде айтып отырмын. Кейбіреулер амандасқанда қолдары өлген балық секілді. Өлген балықты ұстағандайсың. Бауырың саған қол беріп амандасып тұр, ал сен жансыз балық секілді қол бересің. Ал енді біреулері, олар енді бір жақсындырушылар сияқты. Олар ассаламу алейкум деп қатты қол алысқанда, уалейкум ассаламу рахматулла деп әрең жауап береді. Кейбір адамдар қолымды сындырғысы келетіндей амандасады. Я, мүмкін сен мені қатты сағынған боларсың, бірақ менің қолымды сындыруың қажет емес. Ал енді кейбір бауырларымыз достарымен көріскенде, олар қол алысудың неше түрлі тәсілін жасай бастайды. Тыңдаңыздар, егер сүннетті орындағыларыңыз келсе, бірінші қол беріп көрсеткенімдей амандасыңыздар. Жарайды ма? Бірақ сіздер қызық көріп ойнағыларыңыз келсе, ол жерде проблема жоқ. Бірақ сүннетті орындап жатырмын деп ойламаңыз. Сүннет ол тікелей қолыңды созып қол алу.